Атланттар миф па әлде шынымен де өмір сүрген цивилизация ма? Біреулер оларды жоғары дамыған өркениет деп санайды. Қазіргі заманға да бір қол жетімсіз білім мен технологияларға ие болған дейді. Басқалары бұл жай ғана миф. Адамдар сенгісі келетін әдемі аңыз деп есептейді. Егер олар расымен болған болса, олар қайда жоғалды? Және ең бастысы, неге қазір олардың жандары қайтып келе жатыр деген ой жиі айтылады. Бүгін біз мына сұрақтарға жауап аламыз. Атланттар шынайы өркениет болды ма? Олардың жойылуына не себеп болды? Және бұл сценарийдің қайта басталып жатқан белгілері бар ма? Ендеше бастайық. Айнұр, Мгм. кеңістіктен атланттар жайында шынайы ақпаратты оқи бастаңыз. Атланттар шын мәнінде кімдер болды? Шынайы цивилизация ма, әлде бір раса ма? Көбірек екіншісін көрсетіп тұр. Енді жалпы физикалық әлемде Атлантида болды ма? Әлде ол бір басқа кеңістікте, өлшемде болды ма? Болды. Яғни біздің жерде, физикалық әлемде. Физикалық әлемде, бірақ жиілік толқыны сәл басқа жиілікті көрсетіп тұр. Яғни қазіргі жердің жиілігі басқа, Атлантида өмір сүрген кезде жиілік мүлдем басқа болды, Иә. Аха. Жақсы. Ал атланттар ол адамдар болды ма, әлде бір сананың басқа формасы болды ма? Көбірек біріншісі. Адамдар, Олардың айырмашылығы неде болды? Дене құрылымында ма, әлде бір генетикасы өзгеше болды ма? Көбірек менталдық энергиясы мықты болған көрсетіп тұр, және даналық жоғары деңгейде екенін көрсетіп тұр. Яғни менталдық деңгейі жоғары болу, олардың ой өрісі басқаша сипатты болды, Иә. Қазіргі біз білетіннен көбірек кең ауқымды көрсетіп тұр. Енді процентпен салыстырсақ, кезіндегі атланттардың менталдық мүмкіндіктері қазіргі адамдардың менталдық мүмкіндіктерімен салыстырайықшы. Біз атланттықтардың ой өрісін қанша пайыз шамамен пайдаланып жатырмыз? Айырмашылығы қандай? 0,5% деңгейге түсіп кетті. 0,03 деген сияқты. Даже 5%-ке жетпейді, Мгм. 0-ден төмен. Жақсы. Олардың басты күші қандай болды? Неде болды? Технология ма, санасында ма, әлде энергияларды басқару ма? Бәрінде де аталғандардың. Барлығы болды, Мгм. Жақсы. Олардың әлемі қалай құрылған болды? Біздікіндей сияқты билік болды ма, централизованный, немесе осындай, Мгм. Аха. Оларда да мысалы элитаға және кәдімгі адамдарға текші тырнақшада солай бөліну болды ма? Иә. Жақсы. Олардың технологиялары қазіргі біз қолданып жатқан технологиялардан айырмашылығы болды ма? Немесе, Иә. аха, қаншалықты дамыған болды олардың технологиялары
біздің қазір қолданып жатқандарымызбен салыстырғанда? Біз әлі жеткен жоқпыз тіпті. М, м. Енді олардың қоғамдарында бір рухани практикалар болды ма? Иә, Қалай жүрді? тікелей байланыста. Немен байланысты? Тікелей байланыста болған. Тікелей байланысты. Мгм. Өте қуатты байланысты көрсетіп тұр. Мгм. Ал атланттардың санасы мен технология арасында қандай баланс болды? Сананың дамуы және технологияның дамуы. Тепе-теңдік баланста, үйлесімді баланста. Мгм. Жақсы. Енді осы атланттардың ә, жоғалып кетуіне шынайы не себеп болды? Сырттан әсер агрессивті. Сырттан әсер қай жақтан? Өзге өркениет тарапынан. Өзге өркениет. Мгм. Яғни жерге қатысты емес, иә? Көп факторлардың ішінде басымдықты рөлді сыртқы агрессивті әсер көрсетіп тұр. Мгм. Мысалы, катастрофа болды ма, эксперимент болды ма, немесе олардың өздерінің әрекеттерінің нәтижесінде осыған келді ме? Құлдырауына. Катастрофа болған, бірақ катастрофаға себепкер бар. Негізгі себеп катастрофа емес. Катастрофаны туындатқан басқа негізгі себептер бар. Ол не себепкер? Сыртқы әсер. Ау. Сыртқы бөгде әсер. Бұл Аха. іштен емес, сырттан келген дұшман бар. А. Сонда цивилизацияның ішінде бір конфликт болған жоқ, иә, ондай? Осыған Предательство болған. предательство болған да? Аха. Жақсы. Олар мына энергияны немесе осындай алпауыт күшті дұрыс емес қолданудан әсер болуы мүмкін бе? Жоқ. Аха. Жақсы. Енді олардың құруына сыртқы әсер болды деп ақпарат алдыңыз. Ол жалпы үлкен бір жоспардың бөлігі болды ма? Бір бастапқы нүктеге қайтадан айналдыру үшін. Негізінде олай емес, бірақ нәтижесінде солай болуға тура келген. Мгм. Жақсы. Олар энергияларды қалай пайдаланды? Күнделікті өмірде, қарым-қатынаста, технологияда байланыс қандай болды? Соны сипаттап беріңізші. Не нәрседе қолданды? Табиғаттың стихияларымен жұмыс жасаған өте үйлесімді түрде. Мгм. Яғни сумен, жермен, ауамен, отпен, иә? Иә, Аха. Қалай қолданғаны олар? ғылымның өте күшті дамығандығын көрсетіп тұр, және әрбір табиғат құбылысын ешқандай ысырап қылмай, үйлесімді түрде табиғатпен бірге үндесіп, гармониялы түрде жасайтын сондай бір іске немесе нәтижеге алып келген. Жұмылдырған деп айтуға болады табиғаттың күштерін және өздерінің күштерін.
Мгм. Бұл қуатты еселеген. Аха. Күнделікті тұрмыста қалай пайдаланды? Мысалы, Қарым-қатынаста ма, күнделікті тіршілікте ме, сол стихияларды, энергияларды пайдаланды ма? оларды көбірек халықтың игілігіне пайдаланған. Ал әдеттегі күнделікті қарым-қатынас деп айтылған кезде кәдімгі қазіргі адамдар арасында бар адамгершілікті қарым-қатынастармен бірдей дерлік болғандығын көрсетіп тұр. Мгм. Жақсы. Атланттар бір-бірімен қалай әрекеттесіп жүрді? Егер біз олардың менталдық деңгейіне 1%-ке жақындамаған болсақ, бір-бірімен тілдесуі, ойлау жүйесі қандай болды? Әдеттегідей қалыпты деңгейді көрсетеді. Қандай айырмашылық бар адамдармен салыстырғанда? Кәдімгі қазіргі адамдармен. Көбірек мейірімділік бар деп айтуға болады. Милосердие көп. Мгм. Түсінушілік деңгейі өте жоғары. Мгм. Қамқорлық деңгейі өте жоғары. Кеңге салушылық өте жоғары. Ал қазіргі адамдарда мысалы агрессия көп, иә, қаралық көп. Сонда осы қазіргі цивилизация, адамдардың цивилизациясына сондай агрессивті форма енгізілген бе? Егер атланттықтарда мейірімділік басым болған болса, тұтас раса ретінде цивилизация. Өте дұрыс айттыңыз, иә. Дәл сипаттадыңыз. Бұл агрессивті форма кімдермен енгізілді? Адамдар Өзге өркениетпен келіпті. өзге өркениетпен. Аха. Сонда адамдардың генетикасына сөйтіп енгізілген, иә? Мүмкін. Аха. Бұл қазіргі цивилизациядағы адамдар, бұлар мутация ретінде пайда болды ма, әлде эксперимент ретінде жаңа форманы шығарды ма? Мутация. Мутациямен келді. Жарайды. Атланттықтар бір-бірімен телепатиялық түрде тілдесе алды ма? Белгілі бір деңгейде иә, тұтастай деп айтуға келмейді. Ол қандай деңгейде? Егер тұтастайды 10 деген деңгеймен алатын болса, соны мысалы 3-4-ке дейін. Мгм. Элитасы 5-6-7-ге дейін. Жақсы. Енді технологияларына келейікші. Қандай технологиялар болды және оларды қалай пайдаланды? Технологиялары өте гармониялы. Оны белгілі бір адамның жұмыс жасап тұрған жоқ, ол өздігінен қозғалыста. Және табиғат құбылыстарымен, яғни табиғаттың стихияларымен байланыста. Как будто табиғаттың өзінің күші оларды жұмыс жасатып тұрғандай, сонымен қозғалыста. Екі жақты жерден және аспаннан деп айтамын, немесе табиғаттан күшті біріктірген. Мгм. Ешбір нәрсе ысырап болмай тұр. Мгм. Бекерге кетпей тұр. Жақсы. Сонда олар
Мысалы электр энергиясын дейік, қалай шығарды, қалай қолданылды? Олар эфирден алды ма, айналадағы кеңістіктен, мысалы эфирден, иә, электр энергиясын, немесе басқа жолдары болды ма? Сәл болса да сипаттап беріңізші. Күнделікті тұрмыста қалай қолданды, не нәрсеге қолданды технологияларын? М, егер қозғалыс машиналарын алатын болсақ, ол жерде жай эфирден ала салып жүргізіп тұрған нәрсе жоқ. Оны бөлек арнайы табиғат құбылысымен байланысты көп нәрсені табиғаттан алған дедік қой, солай жасақталған нәрсе бар, соны халыққа беру деген нәрсе бар. А так халық не эфирден алып алып сөйтіп жасай салады деген нәрсе жоқ, арнайы оларға жасалған құрылғылар бар. Мгм. Онда саламен бөлейікші, мысалы медицина саласында, күнделікті салада, және мүмкін әскери салада ондай қолданды ма технологияларды? Бірақ егер мейірімділік басым болса, қазіргі біздің өркениеттегідей әскери сала дамыды ма, әлде оған көңіл бөлінбеді ма? Болды. Мгм. Қорған бар. Қорғанысқа қатысты қызмет бар. Мгм. Қорған қандай сипатта болды? Кәдімгі щит ретінде ма, энергетикалық, әлде басқаша ма? Жоқ, адамдардан құралған жасақ бар. Мгм. Арнайы қызмет бар. Олар не істейді? Тура адамдардағыдай сияқты қызмет түрлері оларда да бөлінген. Ерекше технологиялар болды ма әскери қызмет? Болды. Да. Қандай? Бақылау құралдары өте көп. Мгм. Тағы да қандай технологиялар болды медицинада, мысалы қалай адамды емдеді олар, аурулар қандай болды? Аурудың көп болмағандығын көрсетіп тұр. Ондай бір қазіргі кездегідей түгелге дерлік бір ауру сырқат ондай көрсетіп тұрған жоқ. Болады, бірақ өте сирек және қандай да бір факторларға немесе сирек құбылыстарға байланысты. Мгм. А жаппай ауру деген нәрсені көрсетіп тұрған жоқ. Не себептен оларда осындай аурулар болған жоқ? Зерттеу жұмыстары өте көп. Аха. Именно медицинаға қатысты зерттеу жұмыстары өте көп. Не себептен аурулар жоқтың қасы қазіргі біздермен салыстырғанда? Олардың ойлау жүйесінде ме, әлде энергия? Бірінші санаулықтың жоғарғы деңгейін көрсетіп тұр. Мгм. Оларда бірінші орында тек күнделікті тіршіліктің жетегімен өмір сүру емес, өзінің миссиясымен немесе өзінің қабілетін пайдалану, игілікке пайдалану деген сияқты бір арнайы миссиямен өмір сүретіндерін көрсетіп тұр әрбірінің. Бекерге емес. Сондықтан оларда әрбір адам, әрбір бөлшек сияқты кәдімгідей құралып орнын тауып тұр. Мгм. Жауапкершілік деңгейі өте жоғары жүректерінде. Патриоттық өте жоғары. Және
адал қызмет ету өте жоғары. Оларда даналықпен бірге жанкештілік бар, бірақ адекватты түрде. Олардың негативті эмоциялары және көлеңке тұстары болды ма қазіргі адамдармен салыстырғанда? Пайыздық деңгейі өте аз, өте аз. Жоқ дерлікке дейін келеді, бірақ бар, бірақ почти что жоқ дерлікке дейін пайызға келеді. Яғни ашу, ыза, реніш, қорқыныш, айыптау. Олардың барлығын дұрыс эмоцияға айналдыруға олар бейім берген. Қандай дұрыс эмоция? Игілікке жұмсалатындай дұрыс оң бағытқа айналдыруға олар үйретілген деп айтуға бола ма, бейімделген деп айтуға бола ма, сондай. Олар тез бұра алады, сондай қабілет бар оларда. Яғни өз эмоцияларын тез өңдей алады, иә? Иә, Ауырмауларына осының бір қосқан үлесі бар ма? Эмоцияларды тез өңдеу. иә, бар. Тағамдар қандай болды? Тамақтану режимі. Тамақтануда да өте жарқын энергияны көрсетіп тұр, әдептілікті көрсетіп тұр, сұлулықты көрсетіп тұр. Кәдімгі қазіргі адамдардың тамақтануына өте ұқсастық көп. Медициналар қандай болды? Біздікіндей дәрі-дәрмек, хирургия болды ма? Болды. Хирургия болғанын көрсетіп тұр. Зерттеулердің өте көптігін көрсетіп тұр. Өте қатаң құпияда сақталғандығын көрсетіп тұр, өте қатаң бақылауда болғандығын көрсетіп тұр, және өте құпиялылық жоғары болып тұр. Атланттар неше жасқа дейін өмір сүрді? Орта жастары қандай болды? Негізінен 300-ді көрсетіп тұр. 300. Олар түгел жер шарында орналасты ма? Әлде бір жерде тек шоғырланды ма? Тек бір жерді көрсетіп тұр. Басқа бөліктерде не болды? Басқа бөліктерде басқа бір қауымдастықтардың болғандығын көрсетіп тұр, бірақ бұл қауымдастықтармен де терең байланыс бар екенін көрсетіп тұр. КГБ бұл қауымдастықтармен де тамырлық байланыс бар сияқты көрсетеді. Бірақ олардың іс-әрекеттеріне араласпау бар. Бірақ өзара байланыс бар. Жарайды. Енді қазіргі өмірде осы атланттықтардың жандары қайта келіп жатыр ма дүниеге? Реинкарнация болып жатыр ма?
негізінде олар күйрегеннен кейін белгілі бір уақыт мерзіміне тоқтау рұқсатын алған сияқты сондай бір жай күй сезіледі. Бірақ сіз айтқандай байланыстардың қайтадан бірақ өте аз мөлшерде және ақырын жылжу бар екенін немесе қосылу бар екенін оны да көрсетеді. Яғни көп емес, иә? Көп емес. Өзінің арнайы уақыты мерзімі бар. Олар как будто перерыв немесе пауза алған сияқты болып тұр. Жақсы. Ал қазір келіп жатқан жандар не үшін қазір келіп жатыр? Олар бастаған ісін жалғастырғысы келеді. Бастаған ісін сол кезеңде ме? Қай кезеңде? Өздерінің өмір сүрген кезеңде бастаған істерін қазір жалғастырғысы келеді ме? Иә. Жақсы. Қазір ма, кейін ба, бұрын ба, болған дүнияны қайтадан әрі қарай жалғастырғысы келеді. Олар өте ауқымды даму деңгейіне шыққан. Ол толық күйремеген негізінде. Ол бар, бірақ қорғаулы, сақтаулы бір уақыт мерзімінде жаңағындай бір тыныштық күйде тұр. Осы бар нәрсені жоғалтпай әрі қарай жалғастыру, даму үшін күш салады. Жақсы. Енді қазіргі кезеңде осы цивилизацияда адамдарды агрессивті форма бір бөлігін алып тұр. Атланттықтардың жандары келгенде де осыны жеңіп шыға алады ма, немесе түрлендіре алады ма? Қаншалықты? Өте зор қиындықпен. Оны жандар түсініп тұр ме? Әрине. Жақсы. Бұл жандардың бір ерекшеліктері бар ма? Кәдімгі жанмен салыстырғанда. Көбірек үйретуші ретінде келіп тұр. Бар күшін сол нәрсеге, бар күші олардың сол нәрсеге салынған. Үйретуге, сананы ашуға. Дайындауға. Бірақ өте қиын. Не себептен қиын? Настолько қаралық қазіргі адамдардың как бы ДНК-сына кіріп кеткен, сіңіп кеткен. Олар өз табиғатын түсініп тұр ма? Атланттықтар. Кейде түсінуі мүмкін. Кейде оларда андай бір сәуле болады дейді ғой, вот сондай момент болуы мүмкін. Олар бірақ білмей өзінің миссиясын орындайды. Өмір бойы сол жолмен өтуі мүмкін. Себебі ар жақтан сондай миссиямен уже жіберілген. Енді бұлардың миссиясы қазіргі адамзатқа көмектесу ме, әлде өздерінің аяқтамаған істерін аяқтау, жалғастыру ма? Көмектесу. Себебі ол жалғастыру деген нәрсенің өзі ол игілік жолындағы нәрсе. Жақсы. Екеуі екі бөлек нәрсе емес. Қазір дүниеге келген атланттықтар өздерінің
бұрынғы дағдыларын еске түсіре алады ма? Доступ бар ма? Өте тар, бірақ бар. Мгм. Қалай ашуға болады? Қалай кеңейтуге болады? Өз уақытымен. Қандай бір әрекеттер жасау керек? Өзімен қалай жұмыстану керек? Соған келу үшін. Кеңістіктен белгілер болады әрекетіне. Ол адамдар міндетті түрде әрекетте болады. Ол өздері оны біліп түсінбеуі мүмкін, не үшін ондай әрекет жасайтындарын. Но кеңістік как бы жетелейді оларды. Немесе жаратушының нұры жетелейді деп айтуға болады. Себебі бұлар толық келмеген, манағы айтқандай негізінде ол өркениет сақталып тұр, және бұл сақталған нәрсені қайтадан дамытуға оларда рұқсат бар. Мгм. Жақсы. Менің жаным атланттықтарға қатысы бар ма? Өйткені өзімнен бір импульс сезінемін сондай. Көмектесу, энергияны пайдалану, ы, адамдарға пайдасы тиетіндей. Сізде бар ма деп сұрақ қойдыңыз ба? Иә. Иә, бар. Сіздің жаныңызда жүрген кейбір жандарда да бар, және сіз жалғыз емес. Мгм. Жақсы. Менің сол кездегі воплощениемді тауып алыңызшы. Қандай Қай рөл? кездегі? Сол кезең, сол дәуірдегі ма? Иә. Мгм. Қалай өмір сүргенмін, не істегенмін? Медицинаға қатысты болып тұр. Мгм. Ол кезде де. Ол зерттеушілік, ғылыми зерттеушілік нәрсемен қатысты болып тұр. Себебі қолжазбалар бар, үлкен кітаптар бар, арнайы тапсырмалар бар. Және бір жағынан қорғаныс деген нәрсеге де қатыс болып тұр. Тек медицина емес, медицина мен қорғаныс қабат тұр. Екеуі біріккен тұстары бар. Үлкен бір масштабты проектіге әрекеттесу дейтін, содействие, сондай нәрсе бар. Мгм. Жақсы. Сол кездегі дағдыларды, Сол менталдық кездегі керу процесін көзбен көргенсіз. Мгм. үйрену процесін, иә, құлдырауды, иә. Құрдымға кеткен кезін күйреп жатқан сәтті көргенсіз. Аха. Қандай сұрақ қойдыңыз? Сол кездегі менталдық потенциалды қалай ашуға болады? Уақыты келеді, қайта-қайта уақыт мерзімін көрсетеді. Как бы уақытпен байланысты поэтапно ашу дейтін нәрсе бар. Мгм. Себебі ол сіздің қауіпсіздігіңізді сақтайды. Аха. Қауіпті болуы мүмкін ба сонда, егер тез ашылатын болса? Иә, түгел барлық факторлар қарастырылып, ойластырылып қойған. Жарайды. Адамзатқа пайдам тиіп үлгереді ме? Әлбетте, уже тиді. Жақсы, рахмет. Жалғастырайық.
Атлантиданың тағдыры қазір қайталануы мүмкін бе? Қандай тағдыр? Сценарийі, дамуы, құлдырауы. Дамуы иә, құлдырауы жоқ. Мгм. Даму жағынан қандай ұқсас процесстер болып жатыр қазір бізде? Жалпы жан жақты әртүрлі сфераларда уже қолға алынғандығын көрсетеді. Мгм. Бірақ өте абай. Себебі басқа өркениет өкілдері де бар. Мгм. Мүмкін сол кездегі дұшпандық жасаған өркениет өкілдері де болуы мүмкін. Сондықтан қимылдау өте баяу және өте абай, өте аса мұқияттылықпен деп айтуға болады. Жарайды. Атланттарда басқа цивилизациялармен қарым-қатынасы болды ма? Қолда Қандай сипатта болды? достық. Мгм. Ол қандай цивилизациялар бір-біріне қалай көмектесті? Дамытты ма бір-бірін? Дамыту әр қауымдастықтың өзінің жауапкершілігінде болып тұр. Дамытудан бұрын халықтың игілігіне қатысты нәрселерде бір-біріне көмектесу болған. Егер сол сфераға қатысты дамыту болса, онда иә айтуға болады, иә деп. Мгм. Жақсы. Ал қазір сол қайта дүниеге келген атланттар, солардың жандары, сол кезде байланысқан цивилизация өкілдерін таниды ма? Әрекеттесу бар ма? Байланысты. Жоқ, бірден танымайды, кейін түсінуі мүмкін. Себебі бұл өте аса ыждахаттылықпен, аса мұқияттылықпен қорғалған. Не себептен қорғалған? Өйткені олардың даму деңгейі шарықтағандығы сонша, оларда бір күш болған болуы мүмкін. Сыртқы дұшпанға осы күш керек болған. Бірақ Атлант бұл күшті бермеу үшін өзіне осы нәрсе өзімен бірге құрдымға кеткен, немесе өздерінің құрдымға кетуіне осы тікелей себепкер екенін көрсетіп тұр. Немесе өздерімен бірге алып кеткен, немесе өздеріне осыны қолданған. Мгм. Қазіргі кезеңде атланттықтардың жерге келіп жатқаны кейбір цивилизацияларға ұнамауы мүмкін бе? Және қарсылық білдіреді ме сондайларға? Иә, мүлдем. Қауіптілік содан болып тұр, иә? Иә, өйткені екі жақтың бұл күшті пайдалану нәрсесі екі түрлі сипатта бір-біріне келе алады. Мгм. Егер атлант екенін білсе, не болуы мүмкін? Қандай әрекеттер? Оларда ондай ой болмайды. Себебі оларды мүлдем жоқ деп, құрып кетті деп ойлайды. Мысалға, әдеттегідей қазақша айтатын болсақ, жаратушының наразылығына ұшырады деп ойлауы мүмкін. Негізінде олай емес, олар жаратушының уақытша сақталуға және кейін қайта ашылуына рұқсат алып қойған. Мгм. Жақсы.
қазіргі қастандық жайлап кеткен өркениетте жер планетасын құртуы мүмкін іс әрекетімен, атланттықтар керісінше жер планетасын құтқарады. Мгм. Жарайды. Енді осы бейнені қараған жандар бір жылулық сезіну мүмкін, егер атлант болса бұрын. Мгм. Әлбетте. Өзінің шынайы естеліктерін елестен қалай ажыратуға болады сол кезде? Өздері түсінеді. Даже бұл нәрседе уже жоспарланған нәрсенің ішінде болғандығын көрсетіп тұр. Сіздің өткізіп жатқаныңыз. Не өткізіп жатқан? Осы Аха. қазір. Яғни осы зерттеу жоспардың бір бөлігі болуы мүмкін, иә? Оларға белгі. Оларға белгі. Мгм. Атланттар, біргеміз. Ояныңыздар. Тағы да қосымша ақпарат бар ма? Сіз өз болмысыңызбен бәрін айттыңыз. Соның өзі үлкен ақпарат болып тұр. Ендеше менің де сұрақтарым аяқталды. Маған да осы бір белгі ретінде келген еді. Атлант расправил плечи деген, қателеспесем, кітап бар. Тағы да бірнеше белгілерді көрдім. Осы тақырыпты зерттейінші деп шешім қабылдадым. Бекер емес екен. Жақсы, онда осымен сұрақтарым бітті. Кеңістікке алғысымды білдіремін. Құрметті көрермендер, жай ғана іштен сезініңіздер. Осы бейнені тыңдаған сәтте ішіңізде, кеудеңізде, жаныңызда үндеу бар ма? Осы өмірге не үшін келдіңіз? Қандай миссиямен? Адамзатқа пайда әкелу үшін бе, әлде жай ғана өмір сүріп кету үшін бе? Келесі зерттеулерде кездескенше сау болыңыздар.